Біз бір нан алайын деп, менің жолдасым сол көшенің ортасында, шетке тұратын жер жоқ екен, көшенің бойында аварийканы қойдым да, тоқтата қойып ем, жолдасым шығып кетті. 1-2 минут өткен жоқ, артымнан жол полициясының көлігі келіп қалды да, жаңағы неден рупорменен қатты айқайлап, жолды босатыңыз, уберите машину деп қатты айқайлады. Мен өзім тереземді ашып, 2 минут, 5 минут деп қатты тағы айқайлады. Мен қозғалып қарасам, әйелім жаңағы нан алып машинеге жақындап қалған екен. Қозғалып үлгермедім, менің жаныма жетіп келді да, құжатыңызды беріңіз деді. Мен айттым, не болып қалды? Енді мен 2 минут міне өтті, міне ары кетсе 5 минут, ешқандай қауіп төндірген жоқпын. Сіз міне жерде жол қатынасына кедергі жасап тұрсыз деді. Жарайды, ондай болса мен кетейін десем, жоқ, құжатыңызды беріңіз. Жарайды, берейін, мен міне құжатын не істеп қойдым мен. Десем, осы сіз кедергі жасадыңыз, айтқан кезде орындамадыңыз, мен сіздің артыңызда міне байқап тұрмын, мен 4 минут тұрдым, жарайды, 4 минут болсын, 5 минут болсын, о да тұрған. Мен айыппұл салам. Айыппұл неге саласың? Мен тәртіп бұзушымын ба? Мен осындай адаммын, мен ғылым докторымын, мен профессормын, мен академикпін, мен заңды қолдайтын адам, заңмен жүретін адаммын. Сонда маған сен айыппұл салайын деп тұрсың ба? Жалғыз айыппұл емес, мен сізді қазір бағынбағаныңыз үшін полицияның нарядын шақырам. Керек болса сізді полицияға алып барам. Машинаңызды штраф стоянкаға қоям. Онда сенің мүмкіндіктерің көп екен. Ондайды жасайтын болсаң, жаса. Енді арғаратай көрейік, біздің мемлекет енді заңға сүйенетін мемлекет, біздің де құқықтарымыз бар. Сенің қай шешімің болса да, мен сот арқылы оны жоямын. Оны сенің айтып тұрғаның заңсыз. Мен соны істеймін, бірақ дедім, өзіңе зиян келіп қалмасын, мына жұмысыңнан айырылып қалма дедім. Жоқ, мен сізден қорықпаймын, сіз сияқтылардың талайын көргем. Осы жерде мен өткен жолы бір депутатқа айыппұл салдым, мен аяғына дейін барам. Ана өзінің жанында тұрған екінші полицияға айтты, міне 102-ге телефон соқ, шақыр деді. Шақырыңдар дедім.